Кітап деген ғажайып, бәрін біледі, ақыл. Біз кітап бұрышында түрлі ертегілер. Біздің кітап алтын қазынамыз. Балалар, біз кітаптан не аламыз? Білім аламыз. Біз бұдан не үйренеміз? Ертегілерді, аңыздарды. Біздің бүткіл тарих мағлұматтарымыз осы кітаптың ішіне жазылады. Біздің әртүрлі сонжаған ертегісі, жетілақ барлығы біздің осы кітаптардың ішінен алынған ертегілер. Барлық мағлұматтарды біз кітаптан аламыз. Олар білсіндерде енді жұмбақ жасырын. Қабат қаптама, ақылың болса аттама. Бұл не? Кітап. Жарайсыңдар есіңізде келер. Енді мен мақал-мәтел білемін екен. Кім біледі екен мақал-мәтел? Білім. Өмір шырағы. Жарайсың. Тағы кім біледі? Кітап білім. Алтын қазанам. Біз кітаптан білім аламыз. Біздің кітап алтын қазынамыз. Балауса айтқандай, білімді біз кітаптан аламыз. Барлық біздің ой, сана сезіміміздің барлығы осы кітаптың ішінде. Біз кітапты оқи бере, сана сезіміміз өседі, біліміміз дамиды. Сондықтан кім тақпақ біледі? Ана туралы болсын, әже туралы. Қандай тақпақ білсеңіз, даусыңды шығарып, Мұқалағай мақатай, шешесін, бақыттысын жыламағын, жай түсіп, жатқанда да құламадың. Тәніне менеді ғой сұрағаны, сондықтан жыламағын, бармын ғой, тірімін ғой қасындам. Өлмей мен өзімде асылдамын, таусылып өз-өзімі шашылғаным, байға берекенді қашырмадым. Мен сенің қамықпын ғой көш жасынға, өзің келпін топ басып тоз басынға. Екі жай растар мені бірін анап, шеше деп жазғым олғай сөз басымға. Тәнім кешіргісін кешірімді, аспанға жазам мен сені сыбанды. Шешесен бақытты болып тебеті бер, қопал талған иілген бесігінді.